Қалай мен мемлекеттік гранттан бас тарттым? 2020 жылы ұбт тапсырып, химиядан 40-тан 33 балл жинадым. Сол кезде 4 универ таңдау керек болды. Алматыдан 2, Астанадан 2 таңдадым. Ойлаңдаршы, үлкен қалада студенттік өмір сүру менің бала кездегі арманым болатын. Бірақ та күндердің бір күні маған сіз арқалыққа грантқа түстіңіз дейді. Ең қызығы, мен ол жердегі ешқандай универ таңдаған жоқпын. Мен не істеді деп ойлайсыңдар? Мен сол кездегі білім министрі Асхат Аймағамбетовтің өзіне лично жазған болатынмын. Маған келген жауап: сен қуануың керек, сен грант ұтып алдың, сенен басқа ешкім емес, сен дейді. Студенттік өмір осы жерден бітті, арқалыққа барып оқығым келмейді деп гранттан отказ жазатын болғанмын. Оған көндім. Енді күндердің бір күні Инстаграм шұқылап отқан кезде мен Астанада 500 әкім грант ойналып жатқанын көріп қаламын. Сол моментті қолданып, құжат тапсырып, әкімдік грантты ұтып алған болатынмын. Бір түсінгенім, ұбт жүйесінде кейде осындай форс-мажор ситуациялар болып қалады. Мұқият болыңдар. Егер де сен қай универге түсетіңді білмесең, комментарийға плюс қалдырып кет. Саған ең топовый универлердің грант санын жіберетін боламын.